Run. Сабақтың мақсаты электр тоғы, тоқ күші туралы ұғым енгізу, тоқ күшінің өлшем бірлігі, математикалық өрнектелуі, білім алушылардың электр тоғы туралы теориялық білімдерін қалыптастыру, тұрақты тоқ пен айнымалы тоқтың ерекшеліктерін түсіндіру, электр қозғаушы күш туралы түсінік беру, білім алушыларды кәсіби мамандыққа баулу, іскерлікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Ең алдымен электр тоғының пайда болу шарттарына тоқталайық. Біріншіден, электр тоғының пайда болу үшін өткізгіште еркін зарядталған бөлшектердің болу керек екен. Екіншіден, электр зарядтарын қозғалысқа келтіру үшін электр өрісін тудыруымыз керек. Тоқ күшін өлшейтін құрылғыны амперметр деп атаймыз. Амперметрді электр тізбекке жалғаймыз. Оны алғаш рет электр тоғы түсінігін енгізген француздың ғалымы Андре Мари Ампер. Сол себепті ампердің құрметіне тоқ күшінің өлшем бірлігі алынған. Электр зарядтарының бағытталған қозғалысын электр тоғы деп атайды. Берілген көлемнен бірлік уақыттың ішінде ағып өтетін электр мөлшерін тоқ күші деп атайды. Және формуласын дәптерлеріне жазып қойыңдар балалар. I тең болады бөлшек дельта Q'дің дельта T-ға қатынасы. Күші мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін тоқты тұрақты тоқ деп атаймыз. Және формуласын дәптерлеріне жазып қойыңдар балалар. I тең бөлшек Q бөлінген T-ға тең болады константа. Өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ, А тең болады бөлшек Q-ның секундқа қатынасы. Яғни графика жүзінде түзу сызық болып сызылады. Енді келесі тоқтайтынымыз электр тоғының әсерлері. Біз мынандай әсерлерін қарастырамыз. Бірінші тоқтың жылулық әсері. Тоқтың екінші химиялық әсері, үшінші тоқтың магниттік әсері, төртінші тоқтың физиологиялық әсері болады екен. Тоқтың жылулық әсеріне тоқталайық. Өткізгіш бойымен тоқ өткен кезде өткізгіш қызады. Электр қыздырғыш аспаптарда өткізгіштер ретінде электр плитасы, үтіктер, қайнатқыштар, дәнекерлегіштер жатады екен. Екіншіден химиялық әсеріне тоқталатын болсақ, электр тоғы арқылы ерітінділер мен балқымалардан таза химиялық затты бөліп алуға болады екен. Үшіншіден магниттік әсері. Тоқ жүріп жатқан өткізгіштің маңайында магнит өрісі болады да, ол магнитқа тартылады. Магнит тілше тоғы бар өткізгіштің жанында бұрылады. Және ең соңғы тоқтың физиологиялық әсері. Жануарлар денесінен тоқ өткен кезде бұлшық еттердің жиырылуы байқалады. Адам денесінен тоқ өткен кезде тоқ өте ауыр әсер қалдырады. Енді физиканың бастапқы даму кезеңінде химиялық тұрақты тоқ көздерін пайдаланған екен. Ол өте қымбатқа және әрі тиімсіз болған. Тұрақты тоқты іске асырудың алғашқы көзі ретінде гальвани элементін қарастырады екенбіз. Қазіргі уақытта тұрақты тоқты батареялар мен аккумуляторлардан ғана емес, айнымалы тоқты түзету арқылы да алуға болады. Тұрақты электр тоғының көзі ретінде электрофор машинасы, батареялар, генераторлар және аккумуляторлар жатады екен. Тұрақты тоқ айнымалы тоқты түзету арқылы немесе тұрақты тоқтың генераторларынан алынады екен. Енді аккумулятор деген біздің өзі, ол латын тілінен аударған кезде жинақтауыш, химиялық реакция энергиясын электр энергиясына айналдыратын аспап. Аккумуляторлардың біз мынандай түрлерін білеміз. Қорғасынды аккумулятор және сілтілік аккумулятор. Қорғасынды аккумулятор қорғастың қалақшаларынан тұратын аккумулятор екен. Оның арасы қорғасын оксидімен толтырылады. Ал сілтілік аккумулятор болса, электролит ретінде сілті ерітіндісі қолданылатын аккумуляторды жатқызуға болады. Қазақстанда 1970 жылдан бастап Талдықорған қаласында сілтілі және қорғасынды аккумуляторлар шығарылып келеді. 1975
және 1985 жылдар аралығында Талдықорған аккумулятор заводы қайта жабдықталды. Бүгінде аккумулятор бар заводы жартылай автоматты желімен құрастырылады. Енді балалар, айнымалы тоқ дегеніміз не? Соған тоқталайық. Айнымалы тоқ дегеніміз уақыт өтуіне қарай шамасы және бағыты бойынша өзгеретін электр тоғын айтамыз. Айнымалы тоқты электр желілерде қолданылады. Айнымалы тоқта тоқ күші әрбір секунд сайын өзгеріп тұрады. Айнымалы тоқты пайдалану ең алғаш рет 1875 жылы орыстың ғалымы Ябочков ұсынған болатын. Енді трансформаторға тоқталайық. Трансформатор дегеніміз латын тілінен аударған кезде түрлендірем дегенді білдіреді. Түрлендіретін тоқ түріне қарай бір фазалы және үш фазалы трансформаторлар болады. Трансформатор айнымалы тоқтың кернеуін жоғарылатуға немесе төмендетуге арналған электр приборы. Жоғарыда атап кеткеніміздей, айнымалы тоқ машиналары бір фазалы және көп фазалы болып келеді. Енді синхронды қозғалтқыш туралы айтатын болсақ, синхронды қозғалтқыштың роторында қоздыру орамы бар және ол сыртқы тізбекке қосылады. Нәтижесінде айналады. Машинаны синхронды деп атау себебіміз оның роторының жылдамдығы статор орамасындағы тоқ тудыратын магнит ағынының жылдамдығына тең. Яғни ротор мен магниттің ағыны синхроны айналады. Келесі слайдтан тамашалайтындарыңыз синхронды машиналар. Енді келесі тоқталатынымыз, балалар, асинхронды қозғалтқыш. Бұл қозғалтқышты бірінші рет белгілі орыс электригі Далиба Добровольский құрастырған. Асинхронды қозғалтқыштың роторында қоздыру орамы болмайтындығына байланысты ол сыртқы тізбекпен байланыспайды. Асинхронды қозғалтқыштың құрылысы қарапайым және оны күтіп баптау өте жеңіл. Асинхронды қозғалтқыш екі негізгі бөліктен тұрады екен. Ол статор және ротор. Статор дегеніміз машинаның қозғалмайтын бөлігі болса, ал ротор деген оның айнымалы бөлігі екен. Енді келесі слайдтан тамашалайтындарыңыз асинхронды қозғалтқыш. Тізбектегі тоқ электр қозғаушы күш әрекетінен пайда болады. Энергия көзінің электр қозғаушы күш неғұрлым көп болған сайын тұйықталған тізбекте тоқ соғұрлым көп болады. Тоқ көзін алу үшін зарядтарды бөлгенде электрлік емес күштерді қолданамыз. Ал ондай күштерді біз бөгде күштер деп атаймыз. Бөгде күштердің әрекетін сипаттау үшін эпсилон әрпімен белгілейміз. Және оны ЭКК электро қозғаушы күш деп қысқа түрде жазып аламыз. Тоқ күшінің электр қозғаушы күші бөгде күштер жұмысын орналастыратын электр зарядының қатынасына тең шаманы айтамыз және формуласын жазып қойыңдар дәптерге. Эпсилон тең болады бөлшек, ал бөгде күштердің кулон зарядқа қатынасына тең. Бөгде күштердің өлшем бірлігі вольт. Итальяндық ғалым вольттың есіміне арналып берілген. Енді балалар дәптерлеріне электр тоғының шартты белгілерін келесі слайдтан жазып алуларына болады. Енді есеп шығаруға тоқталайық. Бірінші есеп. 1 сағатта 25 кулон заряд өту үшін өткізгіштегі тоқ күші қандай болу керек? Әрине балалар, есеп шығармас бұрын бірінші берілген жазамыз. Берілгені Т тең 1 сағат, Q тең 25 кулон табу керек айды. Әрине бірінші қыбыжға келтіреміз, балалар. Халықаралық бірліктер жүйесінде 1 сағатымыз 3600 секундты береді. Бүгінгі өтіп жатқан сабақ бойынша тоқ күшінің формуласы I тең бөлшек Q бөлінген Т-ға. Осы формуланы пайдалана отырып, біз орнына қойып шығамыз. Q-дің орнына 25 кулон, көбейтілген Т-ның орнына 3600 секунд. Сонда жауабы 90.000 ампер болады. Жауабын жазып қоямыз. I тең 90.000 ампер. Екінші есепке көшейік. Тоқ күші 0,5 ампер болғанда 7,7 кулон зарядты тасымалдау үшін қанша уақыт қажет болады? Берілген жазып аламыз. I тең 0,5 ампер, Q тең 7,7 кулон, Т уақыт белгісіз. Табу үшін не істейміз? Әрине тоқ күшінің формуласын пайдаланамыз. Тек бұл жерде бір ерекшелігі бізде уақыт белгісіз. Сол себепті біз уақыт тауып аламыз. Т тең Q-дің I-ға қатынасы. Орнына қоямыз. Зарядымыз 7,7 кулонның 0,5 амперге қатынасы бізге тең болады 15,4 секунд береді екен. Сонда жауабы Т тең 15,4 секунд болады. Үшінші есепке көшеміз. Электр шамының қылсымы арқылы 10 минутта мөлшері 300 кулон электр өтеді деп алып, шамның тоқ күшін анықтаңдар. Берілгені
жазып аламыз. Т тең 10 минут, Q тең 300 кулон табу керек айды. Халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыратын болсақ, 10 минутымыз 600 секунд болады. Енді ток күштің формуласын пайдалана отырып, орын-орнына қоямыз. Q 300 кулонның 600 секундқа қатынасы бізге 0,5 амперді береді екен. Жауабы I тең 0,5 ампер. Есеп шығарып болған соң балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бірінші сұрағым: электр зарядын бағытталған қозғалысы қалай аталады? Екінші, берілген көлемнен бірлік уақыт ішінен ағып өтетін электр мөлшерін қалай атаймыз? Үшінші, күші мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін тоқты қалай атаймыз? Төртінші, уақыт өтуіне қарай шамасы мен бағыты өзгеретін ток қалай аталады? Бесінші, айнымалы тоқтың кернеуін жоғарылату немесе төмендетуге арналған электр приборды қалай атаймыз? Алтыншы, қозғалтқыштың роторында қоздыру орамы бар, және ол сыртқы тізбекке қосылатын қозғалтқыш түрі қалай аталады? Жетінші, қозғалтқыштың роторында қоздыру орамы болмайды, және ол сыртқы тізбекпен байланыспайды. Осындай қозғалтқыш түрін қалай атаймыз? Және соңғы сұрақ, 8-ші, энергия көзінің несі көп болған сайын тұйықталған тізбектегі тоқта көп болады. Енді балалар, кері байланыс жасау үшін алдымыздағы сұрақтарға жауап жазасыздар. Жауап жазып болған соң, біздің өзіміздің колледжде пайдаланып жүрген EduPage программасына салуға болады, немесе өзіміздің қолымыздағы ұялы телефон бойынша WhatsApp-қа жазған жауабымызды түсіріп, WhatsApp арқылы жіберуге болады. Сонда бізде кері байланыс жүреді. Үйге тапсырма дәптерлерімізге жазып аламыз. Кронгард Қойшыбаев Кем оқулығы бойынша 9-1-9-2 параграф 277-278 беттердегі 9-1 формуладан бастап 9-5 формулаларын жаттап аламыз. Және 2 есеп шығарамыз. 4-ші есеп және 5-ші есеп. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ түсінікті болса балалар, мен сендермен қоштасамын. Келесі сабаққа кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған физика пәнінің оқытушысы Ләззат Кеңесбекова.